Сәлем, сіздің қарандашыңыз мал секілді кішкентай болып қалды ма? Ендеше менде жақсы идея. Ручканы алыңыз, артын ашыңыз, және де пышақты алыңыз. Қарандашты алып, артыны қырыңыз, жақсылап қырып алыңыз. Дәл мынау секілді етіп алыңыздар, мен сияқты. Және де жақсылап қырып тегістеп қойыңыздар. Ручкаға сиятындай. Ручканың артына тығамыз. Жақсылап тығып қоямыз. Мінекей, дайын. Енді оны қаламын пайдалануға болады, және де қарандашында пайдалануға болады. Мінекей, керемет лайфхагымыз. Ал мына жерде сіз сіріңкені бір қолмен шақуды үйренесіз. Жақсылап қараңыз, дәл мен істегенде істеңіз. Бұл да керемет. Сіздің құлақ қабыңыз өзіңізге өте ыңғайсыз болып тұр ма, немесе жиналмай жатыр ма? Сізге керемет лайфхакты көрсететін боламын. Сізге сым керек. Мынадай сымдар кабелдардан, USB кабелдардан алуға шығуы мүмкін. Соларды алып қойыңыз бір жерге. Неке наушты осылай жинаңыз. Содан соң сыммен ораңыз. Осындай етіп жинап қойуға да болады. Қалтаға салып қойсаңыз ештеңе болмайды. Мінекей. Не дайын. Мынаны телефоныңызға тығып жүре бересіз, өте ыңғайлы болады. Достар, менің есімім Камаран, мен жоқ. YouTubeға жаңадан келдім. Мінекей, мен сіздерге керемет деп осындай лайфхактарды алдында шығаратын боламын. Ол үшін достар, сіздер подписация етіп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Мен қазақ YouTube'ын дамыту үшін келдім, ешқандай ақша табу үшін емес, ондай мақсатым жоқ. Тек қана қазақ YouTube'ын биік шыңдардан көрсету. Сосын былай қарап тұрсам, достар, мына лайфхак дегеніміз пайдалы нәрселер, оны мен қазақ YouTube'ында көрмедім. Сондықтан да мен осындай қазақ тілінде осындай топ ашып отырмын, өзім видео түсіріп отырмын. Барлығы сіздер үшін, достар. Достарыңызды шақырыңыздар. Сосын біздің келесі видео 100 подписчик болғанда шығатын болады. Керемет, бұдан да күшті нелер, лайфхактарды жинап сіздерге көрсететін боламын. Сіздермен болған Камаран. Достар, лайк басып арнаға жазып отырыңыздар.